барлық матчын тікелей эфирде QFootball.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп QFootball.kz-те қосылып, футзалды тамашала. Армысыздар, қадірменді жанкүйерлер, футзалдан Қазақстан чемпионаты Қоныс спорт кешенінде плей-офф кезеңіне шығуға үмітті екі команда матч өткізеді. Дәл қазір біраз жанкүйерді таң қалдырып, үшінші орында тұрған Жетісу жайында айтайық. Бірден Ақтөбенің қақпасында Қанат Жеткірбаев, бірінші нөмір. Асхат Көлбаев 7. Биыл 16 нөмірлі жедемен өнер көрсетеді. Осы маусымдағы үздік Бақтияров. Солға қалдырды. Қақпаға соққы, гол! Жетісу есепті 1-0 қылды. Алекс Тейшейра гол соқты және өзінің бас бапкері кетінде міне гол өткізіп алды. Қанат Жеткірбаевты бұл жерде айыптауға келмейтін шығар. 3 есебі тіркелді. Екінші матчта қазір қақпаға соққы Жеткірбаев. Матчта 4-4. Қазір Жетісу шабуылда. Филиппиню тамаша ойнады. 3-1 шабуыл. Филиппиню оңға қарай. Көлбаев. Асхат Көлбаев тамаша пас. Биел есепті 1-1 қылды. Таразы басы осылайша жылдам теңесіп отыр. Бразилиялық легионер өзінің Тейшейра допты жоғалтқан болатын. Көлбаевтың пасы Биел допты тоқтатып алды да қақпаға дәл соққы жасады. Феликс Индио 1-1 голдан соғып шыққан еді. 2-1 есеп Ақтөбе гол соғып кетті. Өкінішті бұл голды көре алмадық біз. Техникалық ақауға байланысты қазір қайталап көретініміз сөзсіз. Ақтөбе жылдам 2 гол соғып тастады. Көлбаев қанжығасын майлаған. Егор Нулетте қалыспай жатыр. Алстан соққы, гол! 2-2 алаң ортасынан Финео гол соқты және бірден Жетісудің бапкерлік штабына жүгірді. Тағы да қарамады, бірақ Финеоның енді бұл соққысы керемет. Қанат Жеткірбаевқа сын көп айтылады деген едік. Бұл жерде де Ақтөбе қақпашысы сенімсіз ойнады. Феликс шабуылға араласып жатыр. Соққы жасаған жоқ, бірақ қателесті енді. Тепті 3-2. Тейшейра дубль. 3-2 Талдықорғандық команда алда тұр. Осындай қызық тартысы кездесуі. Бұл жерде қақпашы Феликстің шабуылға араласуы пайдасын. Индио жаңа шабуыл бастап берді ортаға. Тамаша мүмкіндік Сарбасов. Нұрғанат солға қарай. Алекс. Қателесті Көлбаев пайдалана алмады. Бірақ бәрібір гол! Ақтөбе есепті теңестірді. Асхат Көлбаев дубль авторы. Бүгін Талдықорғандық команда сапында бас бапкер жоғын еске салайық. Чураско! Доп қақпадан қиыс кетті. Қақпаға соққы! Маңдай шаға тиді доп. Астанаға қарсы 2 матчта. Филиппиню ортаға пас. Чураско. Соққы жасай алмады, артқа қарай. Көлбаев. Филиппиню. Чураско соққы! Көлбаев тағы бір соққы. Келсін Винисиустың қақпаға соққы. Ақтөбе 4-ші голын соғу әбден мүмкін, бірақ 2-1 шабуыл, қақпашы жоқ. Қарағұлов пас берді, ал бұл жерде Финео командасын құтқарды. Иманалин соққы. Қақпаға соққы, Иманалин. Соққыларын талай көргенбіз. Иманалинге пас өтпеді, тағы бір соққы. Индио орнында жеткізе алмады. Бірден алға пас, қазір Ақтөбе қарымта шабуылда. Биел Көлбаевқа. Көлбаев! Қиын сәтте де әйтеуір амалын тауып. Филиппиню.
Көлбаевқа, Көлбаев бірден соққы, гол Ақтөбе! Матчтың бітуіне 1 минут қалғанда сол мүмкіндікті тапты. Филиппиньоның пасын қараңыздар және Индионың аяғымен жақын бұрыштағы бағананың арасында шамамен 15 сантиметрдей ғана кеңістік болған. Сол күйі Иманалин тоқтатты. Кездесу осымен аяқталды. 4-3 Ақтөбе Жетісуға қарсы кездесуде камбэк жасай алды. Ғажап кездесу болды. Драмаға толы ойын. Асхат Көлбаев бүгінгі матчтың үздік ойыншысы, хет-трик авторы атанды. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде youfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфонына қосымшаны жүктеп youfutbol.kz-ге қосылып, футзалды тамашала.